Армысыздар, қазыналы қазақ елі. Қара күштің иесі, әлемге танымалы қазақтың білекті жүректі палуаны, қайтпас қайсар өр бабамыз Қажымқан Мұңайтпасұлының 150 жылдық мерейтойына арналған ақпараттық сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Қажымқан Мұңайтпасұлы 1871 жылы 7 сәуір күні Ақмола облысы Қараөткел жерінде дүниеге келген. Ол кісі ғұмырында 77 жас жасаған. Ғұмырының соңында Түркістан облысында дүниеден озған екен. Қажымқан қазақ атын бар әлемге танытқан, өз заманында әлем бойынша түркі тілдес халықтардың ішінде Қажымқаннан асып туған дарын күш иесі болған емес. Әлемдік жарыстарға сол кездегі саяси ахуалға байланысты лақап аттармен өз атын жасырып шығуға мәжбүр болған. Сол жарыстарда талайлаған әділетсіздік көрсе де еңсесі түсіп, сағысынып көрмеген балуанымыз талайлаған биік белестерді бағындырды. Соғыс жылдары отбасы қуғынға ұшырап, талайлаған қиындыққа тап болса да, соғыс жылдары сирік көрсетіп, тапқан тиын тебенін өзіміздің отанымызды қорғау үшін жауынгерлерге самолет сатып алып берсе керек. Соған ризалы болған сол кездегі Ресей елі Қажымқанға батыр атағымен қоса сыйлық беріп, қолынан марапаттаған екен. Осындай тек қана өз басының емес, халқының қамын ойлаған қайсар өр тұлғамызды ешқашан ұмытпаймыз. Қажымқан 48 мемлекет, 54 мемлекетті аралап, 48 медаль мойнына тағынған екен. Бұның өзі аз жетістік емес. Қажымқандай қайсар тұлғаларымыздан үлгі алатын жалынды жастарымыз көп болса екен деп тілейміз. Қажымқанның еңбегін, өнерін, асқан күшін, дарынын қаламына арқа өтіп, шығармалар жазған жазушылар аз емес. Қажымқан повесі, сол сияқты көптеген шығармалар жүректерден жүректерге жол тартқан. Қажымқандай қайсар тұлғамызды аңыз етіп, жыр етіп, кемелді келешекке дәріптей берейік. Келе жатқан өр бабамыздың 150 жылдық мерейтойы құтты болсын. Бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынған Қажымқан Мұңайтпасұлының 150 жылдық мерейтойына арналған ақпараттық сағатымыз осыменен аяқталды. Аман, сау болыңыздар. Азаматтарымыз аттан түспесін.